Құдай-ау қайда со жылдар, махаббат қызат мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті құрғырлар. Абай атамыздың осы өлеңімен оқырман қауымның қошеметіне бөленген аты аңызға айналған махаббат қызат мол жылдар романы осылай басталады. Сонау 70-ші жылдары Әзілқан Нұршайықовтың қаламынан туған бұл шығарма әдебиет әлемінде ешқашан қартаймайтын, ешқашан өзектілігін жоймайтын адам бойындағы ең асыл, ең құдіретті сезім, мәңгілік махаббат тақырыбына арналады. Шығарманың басты кейіпкері Ербол ақкөңіл, досына адал, аңғал, алғашқыда ұяң болып сипатталады. Кейіпкеріміз соғыстан аман-есен оралып, Алматыдағы Қазақ университетінің студенті болып қабылданып, 33-ші аудиторияға беттейді. Аудиторияға кіргенде 30 қыздың 60 көзі өзіне қадалғанда, жүрегін өртеп жібергендей өзін қоярға жер таппайды. Сол қыздардың ішінен өзінің ғашығы Ментайды кездестіреді. Автор Ментайды адал, ақылды, сұлу, сабырлы, сыпайы, қысқасы, 100 жігіттің арманы, бір жігіттің жанжары болсын дейтін қазақтың қарапайым қызы болып сипаттайды. Бастапқыда ағалы қарындастай сыйласып, сабақтарын бірге оқып жүрген екі жастың арасы бара-бара үлкен сезімге айналады. Сонымен қатар, бұл кітапта Ерболдың соғыстағы ерліктері, Ментайдың күнделігіндегі апамның айтқандары, шығыс нақылдары, өз ойларым, сырларым атты жазбалары қыз балдарға тамаша ой салары анық. Қай киноны, қай шығарманы алып қарасаңыз да, ішінде жағымсыз кейіпкер болады. Ал біздің жағымсыз кейіпкеріміз ол Тұмажан. Тұмажан Ментайға ағаммен бірге соғыстым, өлер алдында аған сені маған аманаттап кетті деп өтірік айтып, қыздың намысын таптайды. Сөйтіп, бір-бірін сүйген екі жас екі жаққа кетеді. Күндердің күнінде Ербол мен Тұмажан пойызда кездесіп қалады. Сол кезде Ерболға Тұмажан қызды қалай алдап соққанын, жалпы қыздарға деген жеңіл ойын мақтанышпен айтып береді. Бұл сөздерді тыңдаған Ерболдың бойында ашу керіліп, Тұмажанды соққының астына жығады. Бағанадан бері екеуінің әңгімесін тыңдап отырған қазақ жігіті: «Ұр айналайын. Ата-бабамыз қыздардың намысын қызғыштай қорыған. Қыздарға қасқырдай боп тиген еркекте еш намыс, еш қасиет жоқ. Аяма мұндай сүмелекті» деп Ерболға жақтасады. Осы орайда автор қазақ жігіттерін қыздарды қорламауға, ар-намысын таптамауға шақырады. Шындықты білген Ербол Ментайды тауып, екеуі отау құрады. Сол кезден бастап Ербол мен Ментайдан бақытты адам болмай, махаббаттың бал күндерін бірге өткізеді. Бірақ тағдырдың жазуымен екі жастың махаббаты баянды болмайды. Перзентханаға түскен Ментай да, кішкентай сәби де көз жұмады. Дәрігерлер Ерболға Ментайдың жазып жүрген күнделігін ұсынады. Ол күнделікте арудың Ерболға деген ыстық ықыласын, пәк сезімі туралы жазылған. Осылай шығармамыз тәмамдалады. Мен өзім осы шығарманы нағыз махаббаттың сырын, мәнін ұқтыратын құнды шығарма деп білемін. Жүректеріңізде мәңгілік махаббат оты маздасын.